Осы жүре ғой қаттырақ. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Жиеніміз қайда? Сабақ ұстайтын жиен қайда? Майра келді. Жиеніміз келсін, асықпайық. Сабауды байлайды. Ал, бәрекелді. Сабауымызды байлайық. Қызғалдақтай қыз күнің қалды деп, қызыл орамалды. Аспаның ашық болсын деп, ақ орамалды. Жапырағың жайылсын деп, жасыл орамалдарымда байлайды ғой. Сабау ұстап тұрған жиенін. Ал жиеніне үш шеңе-шеңе. Сен команда өріп тұрасың қазір енді. Мынау сақабамыз әнестен бастау алған бетешар деген салтымыздың бүгінгі сыбағасымда Жақау балаға беріп тұр екен. Ендеше әдептен озбай, көп сөйлеп созбай, домбырамыз шабандап, тіліміз арандап қалмаса, келініміздің бетін ашайық. Әуелі рұқсат Алладан, одан кейін мына Маңғыстаудың ойында 360 әулие қолдасын, 3000 жарым машайық қолдасын дейміз. Беташардың алдында кішігірім бір ғана ескерту, бұл жерде ешкімнің ат аталып түстелмейді. Барлығы жалпылама түрде абысын қайнаға ата ене деп айтылатын болады. Қазір беташар біткеннен кейін менің атым неге айтылмай қалды деп өкпелеп жүрмеңіздер. Әуелі рұқсат Алладан, одан кейін мына ауыл үлкендерінен рұқсат болса, келіндеріміз дайын болса, беташарымызды бастайық. Шалдар рұқсат па? Келіндеріміз дайын ба? Ал кеттік, ал онда біз біле. Жақсылықтай түзінділер, қанша жерден дағдарыс болса да, тапқанын тойға шашып ұзынғандар. Удай қымбат нарықтың заманында балдай тәтті баламен ұшынғандар. Доллар мен теңгесін аспан қатып, оңды солды шашуға ұшырғандар. Осы тойға шынымен тілекші боп, тойдан басқа тірлікті ысырғандар. Мал баланың шашуы деген қазақ, қысылмаңдар ағайын, қысылмаңдар. Ассалаумағалейкум ағайындар. Ай, ассалаумағалейкум әлей, мұсылмандар, ай, мұсылмандар. Ай, бісмиллахир-рахманир-рахим, әуелі сөздің сарасай. Атамыз адамзат қолдан жаралғалы бер қарай, малғында шайтан мәуіттің болмаған қабыл тобасай. Сөздің басы бісміллә, бісміллә сіз іс қылма. Ал жиналып тұрған қалайық, сөзімді тыңдап алықпал. Тыңдаймын десең айтуға аянбайын халықтан. Екі иығымда періште аузыма жауап салықпал. Бір Аллаға сыйынып аумадық ақ жол бағыттан. Бісмілләдан бастайын, насихат айтып жақсылап бетіңді ашып тастайын. Ай, рұқсат берді көп халық жаңылып сөзден саспайын. Сыйлайт деп халқым келген күн, сүрініп топтан
қашпайын, ай, қашпайын. Асау торат көзіндей көркем құрбым, жат елге танымайтын барасың ба? Жарқыным риза бол шариғатқа, атымтай жомарттай бол сақилыққа. 15-се қойма оттай ырғалған қыз, шылғауды қоймақ балдан шолғанған қыз. Аяғын әзер басып ырғалған қыз, күніне бір сөйлеуге бұлданған қыз. Көңіліне ата-ананың қараймын деп құрбыны құрметтеуден құр қалған қыз. Жүгірдім жүген алып ақтабанға, сыртыңнан асық болдым мақтағанға. Сыртыңнан естуші едім мырза қыз деп. Білерміз әлде өтірік әлде шын ба, әлде шын ба. Мынау әуелден айтсақ жалпыға, мынау әуелден айтсақ жалпыға, дулат дейтін ауылдан мына бәйімбет медет дейтін ауылға құтты да болғай қадамың. Жол еді ғой қашанда келін болу қыз баланың. Қалдырмай ақыл айтамын, құлақты келін саласың. Қатесі болса сөзімнің, осы отырған әлеумет сымға бір салып қарасын. Бір нәрсеге барғанда көп кешікпе кідіріп, үй арасы болса да қатты да жүрме жүгіріп. Жасырынбақ дейтін жаманат, жаманатың бір шықса кетеді елің түгіліп. Қайныңды сыйлап құрметте, қарамай үлкен жасына. Ойынның жөні осы деп әкіреңдей берме асыра. Естісең де жаман сөз, жүргенің жақсы жасыра. Бәленше би деп айтты деп, түгенше сүй деп айтты деп, төркініңе сөзді тасыма. Ал келіншек, келіншек, келінжан болмай еріншек. Жас үлкенді көргенде орныңнан тұр келіншек. Қарсы келсе қарт адам қайқаңдама келіншек. Ерім жақсы көрді деп тайтаңдама келіншек. Келіннің бетін ашатын, әжелері шашатын, қашаннан жоба жолымыз. Жастары бар, қарты бар, беташары дейтін салты бар. Солға десін істеуге келіп тұр бүгін жеріңіз. Айтқанымның бәріне қарсылық қылмай көніңіз. Мен айтайын келінжан, иіліп сәлем бере бер, иіліп сәлем бере бер. Ауырмасай беліңіз, ай. Шарапатымен жеті қаты көкпен жер өткен, жерден де алып топырақ, бұл адам заттан айдыр өткен. Пендеміз өсіп өнсін деп, жолдасы оның болсын деп, жолдасқа әйел жар еткен. Бес намазды шығарды жүрсін деп, құлым дәретпен. Одан да бері не өткен, 63-ке келгенде Алланың досы Мұхаммед үмметім деп бұл өткен. Әулие өлместер едім, әмбие өлместер едім, адай деген халықтан бекетте деген бірді өткен. Олай болса келінжан ендігі айтар әңгіме, бақилық болған мәңгіге. Туғмай аты жазылған, шаппай ізі қазылған, келіпте тұрған ауылын шынжырлай ауыл бұрыннан. Өлірза болса тірібай айналайын келінжан, құлағыңды сала тұр есімдерін айтайын. Қалаубайұлы Сазанбай атаңа, Қалаубайұлы Тоқтабай атаңа, Сазанбайұлы Беріктей қайнағаңа. Саламат болсын соңынан айналайын келінжан, сыйластықтың басы деп осы әулеттен дәметкен. Өлер уақыттардың рухына келіп бір иіліп тұрып сәлемет. Сәлеміңді ай келін әдемет ай. Анауда тұрған қария деген ол дария. Азаймасын қарияң, ортаймасын дарияң. Әжелер менен аталар қабыл болған баталар. Айналайын келінжан сыйластықтың басы деп, ауыл үлкендеріне келіп бір бісміллә сәлемет. Сәлеміңді ай келін әдемет ай.
Qaynatасы қайда? Qaynatасы жақындап тұр. Жұмыла жұрт біледі, қайында атаң әне тұр, отбасының тірегі-ай. Мереке қалай өтерде, қобалжып тұрау жүрегі, шүкірін айтып тәңірге, кіріп бір қалда ереңі, құрдай болып жорғалай, сол кісінің алдында біткенше өмір сүрегі. Бөденедей бүлкілден, көп жұмсаса сені де, күн кетіп сілкінбе, айналайын келінжан, сыйластықтың басы деп, мынау қайнатаңа келін бір еліп тұрып, бісміллә сәлем еді. Сәлеміңдай келін, әдеме еді. Анаңдай ана болатын, бақытын білсең қарағым, ай менен күн боп қонатын, сен келет деп шырағым, етегіне сүрінген, шашуын шашып жүгірген. Айналайын келінжан, сыйластықтың басы деп, мынау қайненелерің үлкенінен Хадиша Рысбибіге, өзіңнің енең Рыскүлге келін бір елет тұрып сәлем етін. Сәлеміңдай келін, әдеме еді. Абысын менен қайнаға, төбешік деп ойлама, төбесінде ойнамай, қасыңда болар қайдада, сүрінгенде демейтін. Абысын менен қайнаға, айналайын келін жан, сыйластықтың басы деп, мынау абысын қайнағаларыңа келін бір елет тұрып сәлем еді. Сәлеміңдай келін, әдеме еді. Бастадым, алқадан қорқып саспадым, бойдақта жүрген ініміз өссің арын тапты деп, жолы да болдай қатты деп, жас шаңырақ көтерген, жас отауға бақ тілеп, апалар менен жезделер келіп тұр енді ортаға. Жас шаңырақ көтерген, жас отауға бақ тілеп, айналайын келінжан, сыйластықтың басы деп, мынау апа жезделерге келіп бір елеп тұрып сәлем еді. Сәлеміңдай келін, әдеме еді. Ал нағашылар қайда? Нағашылар дайын тұрың ал. Таздар қайда? Қос құлақтар қайда?
Nağaşlar keldin ay külümdep Aynalayın ay şırağıma Oy nağaşıda degen ay keremen Sыйластықтың ay басы деп Осында мен нағашымын деп келіп отырғандарға келін бір иіліп тұрып сәлем еттім Сәлеміңді келін ай әдеметі Бауырай жегізген біз құдамыз ай дегізген құдалардың ай құдасы ай құнанда қойдың ай сорпасын шайқалмайтын ай ордасы құда менен ай құдағай оларда келдің ай күлімдеп айналайын ай келіншек сыйластықтың ай басы деп ой мына құдағайларға келін бір иіліп тұрып сәлем ет Сәлеміңді ай келін ай әдеметі Жиендер менен бөлелер Ал жиен бөлелер қайда жолап тұрмайсыңдар ма кішкене жиендер менен бөлелер өзің менен бір жүрер бірге де ойнап бір күлер айналайын келінжан сыйластықтың басы деп мынау жиен бөлелеріңе келін бір иіліп тұрып сәлем ет сәлеміңді ай келін әдемет ай Атаңдай ата болатын Анаңдай ана болатын Құрдастар ай бар мұнда Сондықтан да шырағым Сыйластықтың басы деп мынау ата-енеңнің құрбы құрдас достарына класстас коллектив служактарына келіп тұрып сәлем етті Сәлеміңді ай келін әдемет ай ақ келін ау ақ келін сауысқаннан сақ келін жұмыртқадан ақ келін жақсылықтың жырысың татуда болсаң көршіңмен сол жақсылардың бірісің татуда болсаң шырағым өздері ай әкеп береді тәттісі менен жылысын айналайын келінжан сыйластықтың басы деп мынау осында мен көршімін деп келіп отырғандарға келді иіліп тұрып сәлем етін сәлеміңді ай келін әдемет ай айбыны артық ай ағайына ой айыбыны сырттан ай жауып жүрін қайныны менен ай қайын сіңлілерің сен келеді деп ай шырағым аттай бір ойнап ай шауып жүр айналайын ай келінжан сыйластықтың ай басы деп ай мынау қайнына қайын сіңлілерге келін бір иіліп тұрып сәлем етін сәлеміңді ай келін ай әдемет
шолғанған шеберлерден ай шен қалған шешендерден ай сөз қалған алтыда қанат ай ақордаңы ар төгілсең ай толғалған алтында кездік ай жоғаласаң былғарда белдік ай бұлғалған ойлап тұрсам ай әуелден айтылмаған ай кім қалған айналайын ай керін жан осында тұрған ай достар бар құдайда мұның ай қосқандар сыйластықтың ай басы деп ай мынау ержанның құрбы құрдас достарына кел дейліп тұрып бір сәлем етін сәлеміңді ай керін ай әдемі қарсыда келсең ай піріңек қадірің болмас ай қарағым өлгесіне тіріден төсегіңді суытпақ құдайыңды бір мадақтаң сыйынарсың басқа кіміңе ырза қыл ата енеңді ойласаң бұл да жатады құлшылықтың түріне жиналып тұрған әлеумет иіліп тұрған ай келін жан мақамның салдым ай түрінен жырладым жырдың ай құйғытып бұлбұлдың қосып ай үнінен риза болды жарқыным жырымда еді ғой сақтаған сүрініп кетсең ай қарағым маңғыстаудың ай қаройы 360 ай әулие 3000 жарым ай машайық солардан мирас ай қалынған әрбірде түрлің ай сауап бар 90-да сөздің ай түйіні бетіңді ашып ай жырлаған сенімен біргең ай толғаған маған да келін бір иіліп тұрып сәлем етін сәлеміңді ай келін әдемі Алдына бидашарымыздың батасын беретін бір ауылымыздың бір ақсақалы болса бидашарымыздың батасын алайық. Әй, бісміллә. Ал медетаулы келдеріңіз құтты болсын міне қадам басы келіп жатырған келіміздің ақ батасын алып беретін ауылымыздың атамыздан әдемі бата болсын. Барша бірінші келіннің бетін ашыңыздар кішкене. Бетін ашыңыздар. Мама қайда? Үлкен мамамыз. Қадиша мамам қайда? Маңдайынан сүйіп бір әдемі келіннің бетін ашайық. Сосын атамыздан әдемі бата болсын. Бетін ашып жөніңіздер кішкене. Асылзат өзің аша қойшы. Ай, үлкен, келіннің бетін ашыңыз, мам, келіңіз, әдемілеп. Бет ашамыз, келіңіз. Ай, маш, кішкене. Ой, молодец, келінде ақылды екен, әженің бойына торлап тұрған. Ай, маш, машалла. Ал енді, атамыздан әдемі ақ батасын алып берейік. Ал ата, сізден болсын жақсы бір бата. Қол жаямыз, аумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ақтан болғай аят, пайғамбарлардан болғай шапағат, дин исламға қуат. Алғанның берекетін бергей, қылқолларының сауабын бергей. Бастарымыз аман болғай, дендеріміз сау болғай. Мына жаңа өмірдің есігін аттап атқан келініміздің жолы ақ болғай, қыдырата жолдасы болғай, ата-енесіне барлық халқына сыйлы, инабатты, ақ жүзді, абырайлы келін болғай. Аллаху акбар. Әмин, ата батаңыз қабыл болсын. Ал енді келінді апарып, арамдап аластайық. Барлық қыздар орнынан көтерілеміз, орындықтарды орнына қоямыз.
Экран қарап шайға сатын боламыз. Сондықтан келіңіздер, барлықтарыңыз. Орын орындарына бұрып жөрейік. Әй, кәді. Алтын ол қыстап